Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Әлібек. Бүгін біз сіздермен бірге PySeed фреймворкын қарастыратын боламыз. Жалпы бұл фреймворк негізінде PHP тіліне арналған фреймворк болып табылады. Сіздер осы сілтеме бойынша осы фреймворктың GitHub'тағы парақшасына кіре аласыздар. Жалпы астына қарай түсетін болсақ, астында қалай орнату керек екені, яғни инструкциясы көрсетілген. Ең алдымен композерді ашамыз. Бізге композерді орнату қажет. Бірақ та композерді орнатпастан бұрын бізге локалды сервер керек. Яғни PHP орнатылған сервер қажет. Негізінде локалды серверлердің көптеген түрлері бар. Мысалға атап өтетін болсақ, Hump локалды сервері бар, Open сервер, Mump секілді осында көптеген локалды серверлері бар. Бірақ та ең бірінші орнатпастан бұрын PHP версиясына қарайтын болсақ, кемінде 7.0.10, яғни 7-ден төмен болмауы қажет. Енді мен көрсеткен осы локалды серверлердің көбісінде PHP нұсқалары 7-ден жоғары болып табылады. Hump локалды серверін орнатсаңыздар болады, өте жеңіл. Немесе Open серверді орнатсаңыздар болады. Бірақ та Open сервердің бір кемшілігі өте ұзақ орнатылады. Егер сіздерде Mac операциялық жүйесін қолданатын болсаңыздар, сіздер Mump деп аталатын осы локалды серверді орнатсаңыздар болады. Менде Hump локалды сервері орнатылған, сол үшін де мен орнатпаймын. Мен бірден композерді орнатудан бастаймын. Композердің осы ресми сайтына қарай өтесіздер. Одан кейін барып Download дегенде таңдайсыздар. Енді композерді, мына жерде composer-setup.exe деген осындай сілтеме тұр. Соны бір рет шертесіздер. Сол кезде бізде осы композердің орнатқышы ашылатын болады. Біріншісін таңдаймыз. Да дегенді басамыз. Келесі кезекте біз PHP-дің локациясын көрсетеміз, яғни қай жерде орнатылғанын. Менде автоматты түрде өзі шығып тұр. Сол үшін де Next батырмасын басамын. Next дегенді басамыз. Install дегенді басамыз. Finish дегенді басамыз. Hump орнатылды. Және де композер бар. Енді келесі кезекте жұмыс үстелінде осы Lessons папкасына қарай өтемін. Және де мына жерде kmd деген команданы теремін. Келесі кезекте композер және version деп тексереміз. Композер бізде орнатылды. Енді келесі кезекте осы бір команданы көшіріп аламыз. Және де мына жерде бұл команда бізге дайын, яғни осы фреймворкты орнатып беретін болады. Ал ең соңында блок деп жазылған, ол біз орнататын жобаның атауы. Біз мысалы блог емес, кез келген бір нәрсені қойсақ болады. Мысалы интернет шоп деген ба, яғни өзіміздің жобаны қалай атағымыз келеді, соның атауын көрсететін боламыз. Жоба орнатылды. Енді келесі кезекте осы жобаның директориясына қарай өтетін болсақ, міне бұл жерде бұл жобаның ішіндегі орнатылған файлдары. Енді келесі кезекте осыны текстті, яғни текст редактормен ашайық. Енді келесі кезекте GitHub қарай өтеміз. Келесі кезекте біз мәліметтер қорына байланысты көрсетуіміз қажет. Ол үшін config app.php файлын ашамыз. Бұл фреймворк негізінде екі мәліметтер қорын басқару жүйесі, яғни жұмыс жасай алады. Оның біреуі MySQL болса, екіншісі PostgreSQL. Егер сізде PostgreSQL болса, онда MySQL-ды PGSQL деп аталатын осы бір жазуға ауыстыруларыңыз қажет. Менде MySQL қалай береді. Одан кейін бар біздегі Hump бағдарламасының өзінің стандартты мәліметтер қорымен басқару жүйесіне арналған, яғни стандартты құпия сөзі және де логиннің атауы host өзі берілген. Соны біз көрсетуіміз қажет. Бұл жерде мен Hump бағдарламасын пайдаланамын. Ол жерде user root, ал құпия сөз бос орын. Ал мәліметтер қорын біз қазір сіздермен бірге құрамыз. Құрмастан бұрын ең алдымен біз орнатқан осы
локалды серверді біз қосуымыз қажет. Мен қамтты қосамын. Apache Start дегенді басу керек, және де MySQL мәліметтер қорын қосуымыз қажет. Apache қосылды. Енді келесі кезекте біз мәліметтер қорына қарай өте берсек болады. Ол осы localhost және де /phpMyAdmin деп аталады. Создать базы данных дегенді таңдаймыз. Атауы, мысалы, блок бере саламыз, создать дегенді басамыз. Енді келесі кезекте біз осыны dbname деген айнымалының мәніне қарай осы мәліметтер қорының атауын көрсететін боламыз. Ол блок. Сақтаймыз. Енді келесі кезекте біз серверді қосуымыз қажет. Ол үшін біздің осы директориядан өзіміздің осы командалық жолды қосуымыз қажет. Командалық жолды қосамыз. php artisan run деген команданы қосуымыз қажет. Бұл команданы біз проектіні құрған кездегі бастапқы осы директорияда орындауымыз қажет. Яғни біздің проектіміздің аты блок болса, міндетті түрде осы блок директориясында болу қажет. App немесе клиент сияқты директорияның ішінде қосылса, ол кезде жүргізілмейді. Өйткені артизан файлы ол біздің осы жобаның бастапқы директориясында тұр. Енді келесі кезекте біз localhost және де 8000-ші портта қосуымыз қажет. Порттың нөмірі міндетті түрде 8000 болуы қажет. Өйткені мына жерде біз config app файлында 8000 деп көрсеттік. Егер бұл порт сіздерде бос емес болса, сіз 8000 емес, мына жерде кез келген бір портты, яғни кез келген бос портты көрсете аласыз.